Сәлем достар, бүгін түрк сорпасын, фаршпен жасалған түрк сорпасын жасайтын боламыз. Бірінші май аламыз, майды ертіп аламыз. Үшіне фаршты салып, әбден қозғап қуырамыз. Сонан соң менде дәмдеуіш бар, бірақ бірінші жуа пиязды салатын боламыз. Пияз бен фарш екеуін әбден асықпай қуырып аламыз да, қуырылған фарш пен пияздың үстінен дәмдеуіштерді қосамыз. Дәмдеуіш өздеріңіздің ұнағандарыңызша салуға болады. Сонан соң қуырылып болған соң үстінен су құямыз. Су қайнағанша бір араластырып аламыз. Әбден ет піскенше сорпаны қайнатып болып, үстінен әбден араласқан айранды құямыз да, айранның ішіне кішкене ұн салуларыңызға болады. Сорпаны сәл қоюлау болсын десеңіздер, сонымен сорпаны араластырамыз айранменен. Әбден араластырып, біркелкі етіп, үстінен егер қою болса, үстінен және су құюымызға болады. Сонан соң тұзда өзімізге ұнағанымызша сорпаны қайнатамыз. Сорпа қайнағаннан соң сорпаның дәмін көріп, астын пәсейтіп қоямыз. Етті фаршты сорпа айранменен дайын болды. Осылай ыдыстарға құйып, бұл сорпаны мұздай кезінде болмаса ыстықтай да столдың үстіне қоюға болады.